Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге қағаздан қайық жасап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Оны жасау үшін ең алдымен бізге шаршы пішіндес парақ қажет. Оны осылай X тәрізді етіп бүктеп аламыз. Содан соң осылай симметриялы етіп қосу белгісі тәрізді бүктейміз. Содан соң осылай үш бұрышты тәрізді етіп бүктеп аламыз. Келесі әрекетті мұқият қарап алыңыздар, себебі түсініксіз болып қалуы мүмкін. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасауға тырысыңыздар. Содан соң төменгі жағын дәл осылай бүктейміз. Келесі бетін аударып, осы әрекетті қайталаймыз. Жоғарғы бөлігін осылай бүктейміз. Содан соң келесі әрекеттерді қайталаймыз. Осы бөлігін ішке қарай қайықтың пішіні тәрізді етіп кіргіземіз. Ал енді соңғы әрекетті қайталаймыз. Мұнда біз осы үш бұрышты пішінді осылай ашамыз. Міне біздің қайығымыз дайын болды. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоларға лайк басуды ұмытпаңыз.